Сәлем баршаңызға. Бүгінгі видеода осындай жаз айының тағамы окрошканың рецептісімен бөлсемін. Ыстықта шөліңді басатын және өте дәмді, тез дайындалатын тағам. Менімен бірге болып жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар: аскөк, көк пияз, 2 қияр, 2 дана картоп және 2 дана жұмыртқа піскен, және балғын редиска. Шұжық қажет болады. Шұжық мен осындай жартылай ысталған шұжық алдым. Және тұз қосамыз. Және де айранмен бізге газдалған су қажет болады, салқын. Аскөгімізді, пиязымызды және барлық бізге қажетті заттардың бәрін осылай майдалап турап аламыз. Аскөгімізді турап алдық. Шетке қоямыз да бәрінің осылай сыртын алып тастаймын мен. Сыртқы қабатын тазалап, бәрін осылай майдалап турап аламыз. Аскөгіміз бен көк пиязымызды ыдысымызға салып, осылай езіп аламыз. Азырақ бізге соғы шығу керек. Ыдысымызға енді осы майдалап тураған керекті заттарымыздың бәрін салып біріктіретін боламыз. Бәрін осылай саламыз. Дәміне қарай өз қалауыңызша тұзын саламыз. Үстіне осылай айранымызды құямыз. Және де газдалған су, сарағаш құйды мен. Сарағашымыздың құямыз осылай. Сарағашымыз салқын болғаны дұрыс. Және бәрін осылай біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Осы араластырып окрошкамызды тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Осылай салқын күйінде ұсынамыз. Жасап көріңіздер. Жаз айында шөлді басатын, сергітетін, витаминдерге бай, өте дәмді тағам. Баршаңызға ас болсын.